Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тіл сабағын жалғастырамыз. Сабағымыздың тақырыбы біздің жобамыз 46-шы сабақ. Тест тапсырмаларының түрлері. Тест ағылшын сөзі сынақ, байқау дегенді білдіреді. Ең алғаш тест тапсырмаларын 1864 жылы ағылшын педагогы Дж. Филлер қолданған. Қазақ тілінен дайындалатын тест тапсырмалары пән мазмұны мен мақсатына сәйкес жасалады. Тест тапсырмаларының түрі өте көп. Баламалы, альтернативті тапсырмалар, алақай, қандай тамаша, жасасын сөздердің барлығы лепті сөйлем құрауға қатысты ала ма? Иә не жоқ жауаптарын тиісті таңда. Екінші, толықтыру, еске түсіру тапсырмалары өлеңнен тұралап жерді тауып, тиісті жеріне сызықша қой. Отан туған үйіміз, отан туған жеріміз, отан ортақ үйіміз, көңілді ән мен күйіміз, ермек өтетілеу. Үшінші тапсырма, сәйкестендіру тапсырмалары келесі беттегі бағанның сол жағында, сөздердің оң жағындағы сөйлемдермен сәйкестендір. Жалаң және жайылма, біз табиғатты қорғаймыз, жарас қуанды, түлкі жортты, жауын ағыл тегіліп күйді. Төртінші тапсырма, дұрыс жауабын таңдап тапсырмалары қыстырма сөзі бар сөйлем тап. Бұл демалыста кетпей-ақ қой, айтпақшы. Ертең театрда жақсы қойылым болды. Ата, мен сізді қатты сағындым. Бұл жерде қыстырма сөз ә жауабы. Сөйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді? Сөйлем айтылу мақсатына қарай екіге бөлінеді. Үшке бөлінеді. Тұрлаусым мүшесі бар сөйлем тап. Әсем, оқушы. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері осындай бет құрастырып қой. Жұмыс нәтижесін сыныптастардың алдында қорға және бағала. Бұл жерде жалаң сөйлем жарас қуанды, түлкі жортты, ал жайылма сөйлем біз табиғатты қорғаймыз, жауын ағыл тегіліп құйды. Бірінші тапсырма, иә, отан туған үйіміз, отан туған жеріміз, отан ортақ үйіміз, көңілді ән мен күйіміз. Төртінші тапсырма, біріншісі ә, екіншісі ә, үште ә. Бірыңғай бастауышты табыңыз, түйе, жылқы, өгіз, көлік ретінде пайдаланылады. Әбіш абайдан үлкен, сапалы, терең жауап күтті. Құда жігіт жалпақтап, ыңғайсызданып отыр. Екінші тапсырмада бірыңғай анықтауыш табыңыз. А тапсырмасы мұнда шәй, лимон, мандарин өсіріледі. Жылқы қазақтың кәделі, бағалы, қымбат қазынасы. Б. Ақын жастайынан әнге, өлеңге домбыраға әуес болады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.